Сырымызды теркіден өткізіп алдық. Енді осының үстіне 2 жұмыртқаны жарамыз. Граммдай ұн қосып араластырамыз. Бірыңғай масса шығарып. Енді осы дайын болған массадан кішкентай домалақтар жасаймыз. Бұл кішкентай қылай беріңіздер, ол майға піскесін іріленеді да үлкендеу болады. Майға пісірген кезде осындай биіктеу ыдысқа пісіру керек. Жан-жағына шашырамайды. Бауырсақ сияқты пісіріп ала береміз. Қызарған кезде, қарғайған кезде ала беруге болады. Қатты пісіріп кереміз. Болды. Мана кесіп көрсетші деген ханымдарға міне кесіп әдейі жаңа пісірген сырные шарики, бауырсақ сияқты. Онда 6 түрлі рулет. Кескен кезде кішкене қалыңдау қылып кесіңіз, жұқа болса кішкене сынып кетеді. Онда бізде шпинатный рулет, куриный рулет, омлетный рулет, 6 түрлі рулет және бір бонус сырные шарики. Сіздердің фантазияларыңызға байланысты мынаны басқаша да әрлеуге болады. Помидор қосып, әдемі безендіруге болады, және укроп, салатный листьями әдемі қылып жасауға болады. Енді сіздердің фантазияларыңызға байланысты міне осындай мастер-класс.